Сөзбе-сөз елестетіңіз, сіз бір түнде ешқашан дәретке бармай, толық ұйықтадыңыз. Таңертең айнаға қарасаңыз, әдеттегі ісінген көздер мен көз асты сұрлықтар жоқ. Беліңізде ұзақ уақыт ұмытылған жеңілдік сезімі пайда болды. Бұл қалайтын арман сияқты көрінуі мүмкін, бірақ ескі дәрігерлік мектеп 1967 жылы дәл осы жағдайға жетудің құпиясын білетін. Бүгін біз дененің сигналдарын елемеуге үйреніп алдық, бірақ бүйректер бұл тыныш жұмысшылар. Олар жылдар бойы шыдайды. Бірақ егер бұл сүзгі бөгелсе, организм шынымен ыдырау өнімдермен құтылмай батып барады. Осыдан шығады түнгі жиі тұрулар, созылмалы шаршау және түсініксіз қан қысымының секірулері. Көп жағдайда біз мұны жасқа байланысты деп ойлаймыз, бірақ тәжірибелі мамандардың бұрынғы көзқарасы басқаша болды. Мәселе жас емес, жүйенің тазалығында. Мен сізбен натуропаттардың жазбаларында және ескі медициналық анықтамалықтарда сақталған әдісті бөлісемін. Бұл рецепт терең деңгейде жұмыс істейді. Бүйректерді образды айтқанда қаңырай етіп жуып, қайтадан жұмысқа келтіреді. Біз ешқандай агрессивті химия қолданбаймыз, тек табиғат берген заттар және ондаған жылдық тәжірибемен тексерілген әдістер ғана. Сіз білесіз бе? Қарапайым, бірақ дұрыс жасалған әрекет схемасы сіздің шығару жүйеңізді қайта жүктеп, тыныш ұйқыны қайтарып бере алады. Дайынсыз ба? Ескі архивтар не жасыратынын білуге. Назар аударыңыз. Бұл білім сіздің денсаулығыңыз үшін төтенше маңызды болуы мүмкін. Достар, таңертеңнегі әдетіңіз сізді тез оятуға қалай көмектеседі? Пікірлерде жазып қойыңыз. Және өтінемін, осы видеоны қазір лайк басып қолданыз. Бұл бізге осындай сирек және пайдалы рецепттерді іздеуді жалғастыру үшін ең жақсы сигнал болады. Енді не болып жатқанын тереңірек түсінейік. Көп адамдар түнде жиі дәретке тұруды тек әлсіз қуық немесе жасқа байланысты қалыпты жағдай деп ойлайды. Бірақ бұл шын мәнінде бүйректердің көмекке шақыруы. Оларды ерекше, күрделі табиғи сүзгі ретінде елестетіңіз. Миллиондаған микроскопиялық мембранадан тұрады. Идеалды жағдайда бұл сүзгі мінсіз жұмыс істейді. Ол қаннан токсиндерді шығарып, пайдалы заттарды кері қайтарады. Алайда уақыт өте келе, қазіргі заманғы тамақ, жасырын тұз, дәрі-дәрмектер және сапасыз су себебінен бұл нәзік мембраналар бітеріп кетеді. Слиз, құм және тұздың қалдықтары жиналады. Содан кейін не болады? Бүйрек өз негізгі күшін, зәрді шоғырландыру қабілетін жоғалтады. Вредті заттарды аз көлемде шығару орнына әлсіреген орган үлкен литрлермен суды өткізуге мәжбүр болады, токсиндерді жуу үшін. Осыдан тиімділік төмендейді, ал бөлінетін сұйықтық көлемі артады. Міне, неге бұл түнде болады? Күндіз тік қалыпта, қозғалыста немесе стресте болғанда бүйректегі қан ағысы жиі кедергіленеді. Орган жарты күшпен жұмыс істеп, тазалау қарыздарын жинайды. Бірақ төсекте жатқанда дене босаңсып, қан айналымы жақшарады. Бүйректер төтенше жұмысқа кіріседі, күн бойы атқарылмағанды қайтаруға тырысады. Олар сізді қайта-қайта оятады, бұрын өңделмеген заттарды шығартуға мәжбүр етеді. Егер бұл процесс реттелмесе, токсиндер буындар мен қан тамырларын улауы мүмкін. Бірақ жақсы жаңалық, бұл сүзгіні абайлап жууға болады. Зауыттық параметрлерге қайта келтіруге болады. Енді бастысы 1960 жылдары натуропатияның алтын стандарты болған әдіске көшейік. Құпия, күнделікті көретін, бірақ байқамай өтетін қарапайым өнімде. Бұл күн сәулесіндегі қарапайым жүгері. Я, дәл осы қарапайым дән. Бірақ асықпаңыз, барлығын білесіз деп ойламаңыз. Мәселе тек қашаны пісіруде емес. Құпия, дәруменді заттарды шығару ерекше әдісі. Ол қарапайым дәнді бүйрек тұздары үшін күшті сорбентке айналдырады. Сол кездегі емдік тамақ анықтамалықтарында жүгері бүйректің санитари деп аталған. Оның құрамында ерекше полисахаридтер мен кверцетин бар. Олар жұмсақ губка сияқты жұмыс істейді. Олар ыдырау өнімдерін байлап, ең бастысы ортаның қышқылдығын өзгертуде көмектеседі. Кішкентай құм мен шырышты ертеді. Барлық қадамдарды жазып алыңыз, немесе есте сақтаңыз. Әр деталь маңызды. Технология бұзылса, әсер нөлге тең болады. Бірінші кезең – таңдау және дайындық. Бір стақан жүгері қажет. Сары, жарқын дәнді таңдаңыз, бозарған емес. Бозарған дән ескі, сонда пайдасы аз.
Ең алдымен дәндерді салқын сумен мұқият жуыңыз. 3 немесе 4 рет. Ағып тұрған су мүлдем таза болғанша. Сол арқылы біз қажетсіз шаң мен ұнды кетіреміз. Екінші кезең – дәнді ояту. Жуылған стақан жүгеріні таза, 3 литрлік әйнек банкіге салып, қайнаған сумен толтырыңыз. Шамамен 2,5 немесе 3 литр. Банкты тығыз қақпақпен жауып, ескі мектеп құпиясына назар аударыңыз. Банкты жылы көрпеге немесе қалың мақпа сүлгіге орап, дәл 1 тәулікке қараңғы жерге қалдырыңыз. Сол уақытта дән буланып, суды емдік күшпен толтырады. 24 сағаттан кейін су сәл қалың, сүт сияқты ақ болады. Бұл сіздің дәрі-дәрмегіңіз. Дәнді кейін тағамға пайдалануға болады, бірақ барлық емдік күш суда. Қалай ішу керек? Қарапайым схема бар, бірақ қатаң. Ақ сусынды күн бойы бөліп ішу керек, бірден көп ішу емес. Әрбір 1,5-2 сағат сайын аз-аздан. Күні бойы бірден 2 стақан ішіміз. Екінші, экспресс әдіс. Қажет болса, тез әрекет ету үшін. Егер 1 тәулік күтуге уақыт жоқ болса, жарты стақан жуылған дәнді 1 стақан бөлме температурасындағы сумен араластырыңыз. Ең бастысы 7-10 минут ішінде дәнді суда қолмен немесе банкты қатты шайқап, ақ су алу. Сол сусынды бірден ішіңіз. Курстың ұзақтығы 7-14 күн. Көбіне жеңілдік, таза сезім және тыныш түн 3-ші немесе 4-ші күні сезіледі. Зәрдің түсі өзгеруі мүмкін, сәл бұлтты болады. Қорықпаңыз, бұл ескі тұздар шығуда екенінің белгісі. Бұл әдіс бүйректерді табиғи функциясын еске салуға көмектеседі. Калийді қатты шығармайды, дәрілер сияқты емес. Бір ғана жүгері шәрбаты кішкентай керемет жасай алады. Курстың ұзақтығы 7-14 күн. Көбіне жеңілдік, таза сезім және тыныш түн 3-ші немесе 4-ші күні сезіледі. Зәрдің түсі өзгеруі мүмкін, сәл бұлтты болады. Қорықпаңыз, бұл ескі тұздар шығуда екенінің белгісі. Бұл әдіс бүйректерді табиғи функциясын еске салуға көмектеседі. Калийді қатты шығармайды, дәрілер сияқты емес. Бір ғана жүгері шәрбаты кішкентай керемет жасай алады. Алайда нәтижені ұзақ сақтау үшін дұрыс тамақ және механикалық стимуляция қажет. Бүйрек қозғалысты жақсы көреді, поқырауды жек көреді. Бірнеше күндік тазалау кезінде жасырын тұз, колбаса, сосиска, дүкен соустары мен консервілерді толық шығарыңыз. Бұл өнімдер бүйрек түтікшелерін тежейді. Майлы сорпаларды да азайтыңыз, олар бүйрекке ауыр жүктеме береді. Қуаныштысы, рационға не қосуға болады? Кеңес беру санаторийлерінде сары доктор деп аталған өнім асқабақ. Барлық түрде балмен пісірілген, кашасы немесе шырыны. Асқабақ В және Е дәрумендермен бай, жұмсақ диуретикалық әсер бар. Екінші серігі қарақат немесе брусника. Бұл жидектерде бензой қышқылы бар. Табиғи антибиотик ретінде қызмет етеді. Жасырын қабыну болса, қышқыл морс ең жақсы көмекші болады. Бірақ тамақ жеткіліксіз, егер беліңізде қан айналымы нашар болса. Бүйрек жылуды және жақсы қан ағынын жақсы көреді. 2 жаттығуды берейін, төсекте немесе төсеніште жасай аласыз. Олар бүйректі механикалық түрде массаждайды, веноздық тоқырауды жояды. Бірінші жаттығу. Күлкілі көрінуі мүмкін, бірақ тиімділігі дәлелденген. Жамбастармен жүру. Төске отырып, аяқтарды алдыңызға созыңыз. Арқа тік, қолдар шынтақта бөлген. Алға және артқа, кезек-кезек жамбас арқылы жылжыңыз. Таңертең және кешке 5 минут жасаңыз. Бұл аз терберіс пен ішкі массаж береді. Қан бүйректерге келеді, метаболизм жылдамдайды. Екінші жаттығу. Мысық баяу темпте. 4 аяқта тұрып, дем алып, арқаны төмен иіленіз. Басыңызды көтеріңіз. Шығарып дем бергенде керісінше доға жасап, басыңызды төмен түсіріңіз. Ол 5 цикл орындаңыз. Бұл насос сияқты жұмыс істейді. Бүйректер артериялық қанмен толады. Бұл 3 элементтің жүгері шәрбаты, асқабақ жидек диетасы, 5 минуттық гимнастика, синергетикалық әсер бар. Сіз тек симптомды кетірмейсіз, бүкіл жүйені саулайсыз. Организм артық суға жинамайды, ісіктер кетеді. Түнгі ұйқы жас кезіндегідей болады. Назар аударыңыз, бұл әдіс үлкен тастар немесе өткір қабыну кезінде жарамайды. Гастриті төмен,
қышқылдықпен адамдарға абайлап қолдану қажет. Ең бастысы, кез келген курс бастамас бұрын дәрігермен кеңесу керек. Тазалық денсаулыққа жол ашатын кілт. Бірнеше күннен кейін дене рахмет айтады. Қарапайым, бірақ тексерілген рецепт. Жақындарым, менің ең қымбат көрермендерім. Сіздерге бір өтінішім бар, шын жүректен. Егер бұл кеңестер сізге жан жылуын сыйласа, егер сіз өзіңізді аздап болса да жақсы сезінсеңіз, осы видеомен бөлісіңізші. Мүмкін дәл қазір біреу осы ақпаратқа мұқтаж болып отырған шығар. Біздің бір бөліскен видеомыз біреудің түнгі азабын жеңілдетуі мүмкін. Пікір қалдырыңыздаршы. Сіздердің әр сөзіңіз мен үшін бір үлкен күш, бір үлкен мотивация. Мен сіздер үшін күн сайын пайдалы дүниелер іздеп, зерттеп, тексеріп, ең дұрысын ғана жеткізуге тырысамын. Ал енді бір ең маңызды өтініш. Арнаға тіркеліңіздерші, өтінемін. Тіркелген әр жан менің үлкен отбасының бір мүшесі сияқты. Сіз тіркелгенде мен сіздің маған сенім артқаныңызды сеземін. Ал сол сенім менің жұмысымды 10 есе күшейтеді. Мен сізді ешқашан жалғыз қалдырмаймын. Алдымызда сіздің денсаулығыңызға, ұйқыңызға, өмір сапасына арналған тағы да көп құпиялар, көп пайдалы кеңестер бар. Бәрінен хабардар болып отыру үшін міндетті түрде тіркеліңіз. Өздеріңізді күтіңіздер. Алла сіздерді әрдайым қорғап, дендеріңіз сау болсын. Түндеріңіз тыныш, жүректеріңіз жеңіл болсын. Келесі кездескенше, менің жақындарым, әрбіріңіз мен үшін өте қымбат, өте ерекше жансыз. Сіздердің әр қайсыңыздың қолдауыңыз мен үшін үлкен күш, үлкен қуат. Сіз бар болғаны бір лайк басқанда немесе тіркелгенде, мен өзімді босқа еңбек етіп жүрмегенімді сеземін. Сіздер менің үлкен жүректі отбасымсыздар.